Достар, бүгін ең жиі кездесетін жамбастан буынының дисплазиясы жайында айтамыз. Балаларда диагноз жиі кездеседі. Оны айтпас бұрын нормадағы анатомиясын білу керек. Фотода нормадағы жамбастан буынының құрылысы көрсетілген, яғни жамбасқа сан сүйегінің ұршық басы кіріп орналасу керек. Оның арнайы кіріп орналасатын өзінің ойысы болады. Дисплазия дегеніміз сол ойысқа сан сүйегінің ұршығының кірмей орналасуы. Байқасаңыздар, кіріп сан сүйегінің басы, яғни ұршық басы жамбасқа кіріп орналасқан және сыртынан қалың байлам қапталған нормада жағдайда. Енді мына фотода бірінші рисунок норма жағдайды көрсетеді. Мән беріп қарасаңыздар, жамбастан буынының ойысы кішірақ және де ойыстың жоғарғы бөлігіндегі шатыры желінген, яғни ол шеміршектен тұрғандықтан сан буынының ұршығы шығып кетуіне жағдай жасайды. Келесіде қатты алшақтамаған, бірақтан бұл көрініс подвывых деп аталады. Ұршық өзінің орнында тұрған жоқ. Алды рисунокта ұршықтың ойысы бір жақта, ұршық басы бір жақта жетіліп жатыр. Бұл вывых деп аталады. Осы фотода нормадағы жамбастан буыны көрсетілген. Жоғарғы бөлікте лимбус шатыры шеміршектен құралған және де өзінің капсуласы бар, және де жамбастан сүйегінің ұршығы көрсетілген. Қалыпты жағдайда міне осылай равномерно орналасу керек. Келесі фотомызда подвывых көрсетілген. Бұл жерде байқап тұрсаңыздар, капсуласының контуры тегіс емес, лимбус жоғары қарай қысқан және де капсуласы созылған және де осы сүйектің өзінің қанмен қамтамасыз етілуі нашар. Анық емес фото және де дөңгелек байлам кішкене созылған. Фотодан нағыз шығып кету вывых деп аталады. Соны көрінісі. Бұл жерде вертолужды ойыспен жамбастанның ұршығы екі жақта дамып жатыр. Капсула өте қатты созылған, лимбус мүлде көрінбейді, яғни шатыры, және де сүйекті қанмен қамтамасыз етіп отыратын связка өте қатты созылған. Бұл нағыз шығып кету деп аталады. Жалпы жамбастан буынының дисплазиясының бірнеше түрі анықталған. Ол жалпы лимбустың жетілмей қалуы, жоғарғы бөлігінде шатырының және де жамбастан буынының ұршық ойысының дамымауы, немесе бұл өзі екіге бөлінеді, туа пайда болған және де жүре пайда болған күтім дұрыстамау салдарынан көрінетін жамбастан буынының дисплазиясы. Жағдайды не қиындатады? Жағдайды қиындатады біздің қолда дұрыс көтермеуіміз, дұрыс киім ауыстырмауымыз, дұрыс шомылдырмауымыз, дұрыс жөргек ауыстырмауымыз және де өте қатты қысып, аяқты туго пеленать ету, қысып жөргекпен орау жағдайды қиындатады. Жамбастан буын дисплазия кезінде емі міндетті түрде шина тағу керек және де арнайы массаждық гимнастикалар жасалынады және де қолда көтеру ережелері болады. Балаға дұрыс күтім жасалады және де біз қарапайым адам ретінде диагнозды өзіміз қоя алмаймыз. Нақты диагнозды рентген снимогі қояды.